Сәлем, дуслар. Сәлем. Күбігіз кішкене уақыттан оқ директор жетекші бұлырға қияланадыр. Білесің, Малия, мен өзімнің де андай қиялым бар еді. Әйе, ләкин директор бұлыр үшін нишлерге, қойда оқырға, нинди фәннәрні яқшы білерге. Бұларны бүгінгі қунағыбыз білен аралашып білербіз. Бүгін бізде қунақта Қазан шәһәрі Вахит районы 1 номерлі мәктәп директоры, Татарстан Республикасы Яш мұғалимнәр советі жетекшісі Каримов Рүстәм Айратулы. Исәнмісіз? Хайырлы күн, исәнмісіз? Рүстәм абый, мәктәп директоры бұлыр үшін нишлерге? Бірінші рәттен енді жетті болырға керек. Бүтін фәннәрден жетті болырға керек. Ең біріншіден исап-хисап яқшы болырға тиеш, математика фәнін яқшы білерге керек. Шунан кісілер білен аралашу, хам психология фәнінде, хам менімше ең мәхиме мәктәп директоры болыр үшін өзіңе яқшы оқытушы болырға керек. Чөнки оқытушының тұрмышын, аның яшаган бүтін өзіншіліктерін білерге керек директор болыр үшін. Әміне қайсысы жеңілірек һәм сіздің өзіңізге қызығырақ? Оқытушы болу ма, әлі әнді директор ма? Бек қызық сұрау. Ол екі хынарында өзінің айырмаша өзіншеліктері бар. Алар бір-бірсінен жауаплылықның дәрежесі білен айырылып тұралар. Енді оқытушы бетінде ол өзінің оқыту тәрбие процесі үшін жауаплы. Балалар үшін, аларының білімлері үшін, һәм өзі қойған білгілер үшін. Директор енді ол бүтін мәктәб үшін. Оқытушылар үшін, балалар үшін, һәм ата-аналар үшін, білгілер үшін, бина үшін, барысы үшін де жауаплы. Нәрсе қайсысы қызығырақ, ikisi де қызық. Мен директор болсам да, әлі оқытуымны ташамын, балаларға тарих һәм жәмғият біле оқытам. Әміне малайлар инженер түзуші боларға қиыланғанда, нешеп сіз оқытушы хынарын сайладығыз? Әкім әйтті, оқытушы ол инженер түгіл деп. Ол балалар көңілләрін ясый-тұрған, түзей-тұрған кіші, ол оқыту тәрбие процессларын түзей-тұрған архитектор десек те дұрыс бола. Шоңа күрә мен ана айрықша оқытушы инженер деп түгіл деп айта алмайым. Түгел сіздің сұрағыңызға жауап, мәктәптә оқығанда өзімді тарих һәм жәмғият белән қызықсына едім. Шоңа күрә туғаннарым да оқытушылар, бір абыйым мәктәп директоры болды, бәлкім аларның юлларынан да мен де кеткенміндер. Әміне сіз өзіңіз мәктәптә оқығанда сіздің мәктәп директорына шақырғанлары болды мысың? Олай бек еш мәктәп директорына кіргенім жоқ еді. Бір тақыр ғана кірдім, класс білән, сыйныф білән экскурсия барғанда малайлар білән балық тұтырға тұрып қалдым да, шоңа күрә екінші күніне директорға кірге тұры келді әзгінен башланғыш класстарда. Бұтан алай директорға кірмәдім. Бұл сөйлешу нешік тәмамландысың? Жеттілігім өсті, бұлай десем дұрысырақ болар. Бұл шырақтан сіздің демек дәріслер қалдырмадыңыз? Жетті сәбәбі болмаса дәрістер қалдырмадым бұтан. Директор болу себебі де бәлки сіздің болашақ уақытта мәктәптен нәрседір өзгертірге тілегіңіз болғандыр. Мәктәптә оқығанда бик актив бола едім мен. Көп шараларда қатнаша едім, мәктәп президенті рөліне де қатнаштым, жеңдім де, анда өзгертулер де кірттік біз. Шоңа күрә шул тәжірибе менің білем ғымырға қалды. Шоңа күрә барығызға да шуны тілер едім. Актив болары. Әненде өзгерулер сұлым? Көбірек тәрбие шаралар енді. Бізге балашағаларға тәрбие алымнары қызық бітінді. Конкурслар, проекттар біргәшләдік. Субботникларға шықтық, яшілшелеріні өстірдік, урман өстірдік. Мына шундай өзгерішлер экология жағынан көбірек болды біздің. Проектлар дегеннен сіз бит әлі мәктәптә айрым бір балалар білән инклюзив театр, мультимедиа студиясы проектларда ұйыштырасыз екен. Әлігі проектлар білән бізні яқыннан таныштырығыз әлі? Мен мәктәбінде аутизм ауруы білән ауырған балалар оқый. Шоңа күрә аларның оқырға өзінің айрым талеплері бар. Біз аларға менә шушы айрыша шаралар инде ойладық, коллектив белән ясадық, һәм дә аларға оқырга җиңелрәк булсын өчен. Аларга мәгълүматны аңларга төрле алымнар кирәк. Менә шуңа күрә дә без әкият аша аларны тәрбиялейбез. Аларга гырыф-гадәтләр турында, гаилә турында, кыйммәтләр турында сөйлибез. Һәм алар үзләре менә инклюзив театрда
төрле рольләр уйнап, кеше белән аралашу мөнәсәбәтләрен, ягъни рус телендә әйткәндә социализациягә алар өйрәнәләр инде. Югары уку йортлары белән сез нинди элемтәдә? Безнең совет буенча, киңәшмә буенча безнең Казан федераль университеты белән проектыбыз бар. Студентларга, укытучы студентларга клуб ачтык без. Анда бик яхшы практик, инновацион фикерләр белән, яхшы алымнар белән, алымнарга ия булган укытучылар белән, ягъни менә ел укытучыларының конкурсында катнашкан җиңүчеләр белән без аларны күрештерәбез, һәм аралаштырабыз, һәм үзләре дә фикер алышалар, һәм нәтиҗәдә үзләре мәгариф өлкәсендә проект ясап, алар белән конкурсларда катнашабыз. Сез бит әле Яшь мөгаллимнәр советында җитәкче эшендә башкарасыз. Анда нинди яңалыклар бар бүгенге көндә? Безнең советыбызда бигрәк күп яңалыклар, барысын да әйтеп бетергесезлек түгел. Иң зур яңалыкларның беренчесе, без мәгариф үстерү институты белән федераль инновацион мәйдан ачтык. Укытучы 2.0 дип атала, рус телендә учитель 2.0 инде. Ул мәйданда без инде үзенең хезмәт юлын башлаган гына укытучыларга күп кырлы ярдәм күрсәтәбез. Анда практик алымнарда, шулай ук ел укытучысы белән дә алар күрешәләр, ел укытучы конкурсында катнашкан җиңүчеләр белән күрешәләр, төрле тәҗрибә алалар, мәктәптә калыр өчен, китмәс өчен, мәктәп эше күңелле икәнен аңлар өчен. Менә шундый иң төп яңалык. Киләчәктә мәктәпкә тагын нинди үзгәрешләр кертергә телисез? Күп үзгәрешләр планнарда. Проект системалары, үзем күп еллар проектлар белән шөгыльләнгәч, инде менә үзебезнең мәктәбебездә киләчәктә проектлар белән шөгыльләнүен күрәм. Шуңа күрә шул өлкәдә эшләргә исәбем бар. Рөстәм абый, безнең шаяндысларыбызга теләкләрегез? Хөрмәтле шаяндөсларыбыз, сезгә менә бу башланган уку елыбызда үз-үзегезгә таләпчән, җитди булырга телим, һәм уку елы сезгә уңышлы, күңелле һәм сыйфатлы булып үтсен. Рөстәм абый, бүген безгә студиябызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт, сезгә дә уңышлар. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Фикере белән тапшыруларыбызны алга таба дәвам итәбез. Бездән аерылмагыз, дуслар.